Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен ыстық тағаммен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 500 граммдай етімізді видеодағыдай турап ыдысымызға саламыз. Одан кейін 2 дана сарымсақты алып, етімізге салып, сояу соусымыз үстіне құйып, бәрін бірге араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып 15 минутқа қоямыз. Одан кейін бізге асқабақ, перец, пияз, сәбізіміздің бәрін біртіндеп турап аламыз. Қазанымызды қыздырғаннан кейін мен малдың майын салдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша басқа да майлар салуға болады. Одан кейін видеодағыдай бәрін біртіндеп саламыз. Әрбір салмаларынан кейін тұздарымызды салып, өздеріңіздің қалауларыңызша басқа да дәмдеуіштер салуға болады. Ал мен мантыға арналған дәмдеуішті септім. Бәрін салып болғаннан кейін капустамызды бетін жауып, 1,5-2 сағатта жай отта пісіретін боламыз. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Бетіне әсемдеп укропымызды сеуіп, столымызға қойып, отбасымызбен тамақтанамыз. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын.